Шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев ғасырлық тарихы бар ескі кітапханаларға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Алматының әр ауданында орталықтандырылған кітапхана жүйесінің 25 филиалы бар. Жыл бойы жүргізілген қарқынды жұмыс нәтижесінде қаладағы 10 кітапхана жаңаша көмкерілді. Енді олар шаң басқан кітап қоймасы емес, заманауи бағыттағы кітап үйіне айналды. Бірінде коворкинг орталығы болса, енді бірінде оқырманға қызмет көрсету сапасы артты. Одан бөлек кітап қоры да айтарлықтай толықты. Жаңартылған кітапхананың басты ерекшелігі тегін Wi-Fi, жаңа компьютер залымен толықты. Қала әкімдігі тарапынан жазушылар қоғамдастығын қолдау мақсатында өткен жылы жергілікті ақын жазушыларға 400 грант бөлініп, таралымы 65 мың дана болатын 30 туынды жарық көреді. Шаһар басшысы ол кітаптарды қала кітапханаларына сыйға тартты. Қалада тұратын жазушылардың жарық көрмей жүрген бір қатарларының кітабын шығарып берді біресе содан бергі уақыттың ішінде. Содан кейін осы көп жылдардан бері қарай тозып тұрған жазушылар одағының ғимаратын жөндеуге қаржы бөліп берді.